Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода хачапури дайындайтын боламыз. Неке өте жұмсақ, сондай керемет болып шыққан, үлпілдек болып. Міндетті түрде видеоны соңынан дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза табағымызға жылы суымызды құямыз. Оның үстіне тұзымызды салып, және де кішкене араластырып, оның үстіне біздің құмшекерімізбен ашытқымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де сұйық майымызды үстіне құятын боламыз. Неке сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Неке ұнымызды осындай мөлшерде сала отырып, мен алдымен шанышқының, кейіннен барып қолдың көмегімен қамыр иледім. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Неке аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінеке жылы жерге жауып қойдық, енді ашыды. Осылай кішкене қолымызды майлап алып басатын боламыз. Осы тестамызды 2-ге немесе 3-ге бөлсеңіздер болады. Мен кішкене дәурек болғанын қалап 2-ге бөлдім. Және де сырымызды терканың майда жағынан және де ірі жағынан өткізіп, 2 түрлі сыр дайындап алатын боламыз. Мінекей бұл бізде ірі теркадан өткен сырымыз, және де пергамент қағазының үстіне осы біздің қамырымызды жаятын боламыз. Кішкене майласаңыздар болады. Қатты майлаудың қажеті жоқ, шеті жабыспай қалады. Мінекей осылай жақсылап топ-томалақ етіп жая береміз. Енді шет-шетіне осы ортасына құятын сырымыз ірілеу болады, және сүтімізді құйып, осылай дайындап қоятын боламыз. Ал шет-шетіне майда біздің теркадан өткен сырымызды шет-шетіне осылай салып, орап шығатын боламыз. Яғни хачапуриді бір ерекшелігі сопақтау болады. Сондықтан да біздің орауымызды кішкене сопақтау қылып келтіретін боламыз. Неке екі жағында қайырып, жақсылап орап, екі жағын видеодағыдай қыстыратын боламыз. Яғни бір-біріне жабысып тұратындай. Мінекей салып алдық. Осы жан-жағын қайттан қысып қойыңыздар. Ашылып кетпес үшін ортасына біздің осы сүтімізбен сырымыз араласқан сырды салатын боламыз теркадан ірі жағынан өткен. Мінекей ортасына салдық. Және де шет-шетіне біздің жұмыртқаның сарысын ғана осылай жағып шығатын боламыз. Және де пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Яғни пешке салған кезде қарап тұрыңыздар. Бізде хачапуримыз қатты пісіп кетпеуі керек. Сәл ғана пісуге қалған кезде алып жұмыртқамызды салып, осылай ортасына жұмыртқамызды құйып, тағы да пісіріп алатын боламыз. Мінекей қарасаңыздар, менде ақшылтым болып тұр. Енді пешімізге салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің хачапуримыз дайын болды. Өте жұмсақ болып тұр. Мінекей өте керемет болып піскен. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер достар. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ болған. Сондай керемет болып піскен. Және де достар, айта кететіндей, ортасындағы мен жұмыртқаның қатты піскенін қаламаймын. Сондықтан да кішкене осындай шикілеу қылып пісірдім. Қазір соған осы біздің нанымызды батырып жейтін боламыз. Неке осылай араластырып жесеңіздер өте дәмді болады. Немесе қатты піскен қаласаңыздар, біздің хачапуридің пісуіне бір 15 минут қалған кезде салсаңыздар, жұмыртқа қатты пісіп шығатын болады. Не ортасындағы сырымен біздің нанымыз сондай дәмді болған. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Келінка Майра Құлан. Және де достар, менен қандай да бір рецепт күтетін болсаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқып, сол бойынша жасайтын боламын. Кері байланысқа шығатын болсаңыздар, мен өте қуанып қалатын боламын. Сау болыңыздар.